Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ғаламтор және әлеуметтік желілер бөліміндегі ғаламтордағы танымал сайттар. Ауыспалы осы шақ. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты мәтін құрылымын кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальды мәлімет беру, сақтай отырып, графиктік мәтін, шартты белгі, сурет, сызба түріндегі берілген процесті сипаттап жазу. Шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану. Бағалау критерийлері. Мәтін құрылымын ескереді, графиктік мәтін түрінде берілген процесті сипаттап жазады, шақ түрлерін тілдесім барысында қолданады. Енді бүгінгі сабақтағы ауыспалы осы шақ тақырыбына тоқталамыз. Ауыспалы осы шақ қандай етістіктің түрі болып табылады? Қимыл іс-әрекеттің дағдылы қалыпта болып тұруын білдіретін етістік. Ол көсемшенің А, Е, И жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы, ит үреді, бала ойнайды, оқушы жазады. Енді жазылым алды тапсырмасына кезек береміз. Мәтінді оқымас бұрын алдымен сұрақ-жауап әдісі арқылы тақырыпқа дайындық жұмысын жүргізейік. Ғаламторда қандай танымал сайттар бар? Әлеуметтік желі деген не? Ғаламтордың адамзат өміріндегі алатын орны қандай? Осы сұрақтарға жауап беріп, жазылым тапсырмасына дайындық жүргіземіз, балалар. Ойланып, сұраққа тиянақты жауап беруге тырысайық. Енді ықтимал жауаптарға мән береміз. Ғаламторда оқулық.kz, білімленд, мектеп.kz, қазтест және тағы да басқа сайттар бар. Екінші сұрақтың ықтимал жауабы әлеуметтік желі адамдардың ғаламтор арқылы байланыс жасау түрі. Әлеуметтік желі арқылы басқа мемлекеттегі адамдармен де байланысу мүмкіндігі бар. Ғаламтор адам өмірінде маңызды орын алады. Әрине, тек оны орынды, пайдасына қарай қолдану қажет. Жақсы, жарайсыздар оқушылар. Енді бірінші тапсырмаға мән береміз. Тапсырманың дескрипторы. Графиктік мәтіндегі процесті ескереді, мәтін құрылымын сақтай отырып жазба мәтінін жазады. Демек, сіздер берілген суреттегі белгілерге қарап, осыған сәйкес мәтін жазасыздар. Мұқият қарап, ойымызды жинақтап, мәтін жазуда мәтін құрылымын ескеріңіздер. Және дескрипторға мән беріңіздер. Енді өзіміздің жауабымызды тура жауаппен салыстырып көрейік. Ғаламтор бүгінгі таңда адамзат баласына жұмыста, оқуда қажет нәрсе. Танымал әрі зиянсыз сайттарды ақпарат алу үшін, байланысқа шығу үшін қолдану тиімді. Әлеуметтік желі бүгінгі таңда басым сұранысқа ие болып отырған ғаламтор көзі. Ғаламторда танымал түрлі сайттар мен әлеуметтік желілер бар. Соның ішінде ең көп қолданылатыны Facebook, YouTube, LinkedIn, Google, Twitter, Orkut және тағы да басқалар бар. Ғаламтор бүгінгі заманда байланыс үшін және ақпарат алу үшін адам өміріне қажет. Тек әркім қажетіне қарай орынды қолдануы керек. Ұзақ отыру денсаулыққа зиян. Міне балалар, сіздер берілген суретке сәйкес мәтін жазып шықтыңыздар. Енді келесі тапсырмаға мән береміз.
Тапсырманың дескрипторы. Мәтіннен ауыспалы осы шақтағы етістіктерді табасыздар. Ауыспалы осы шақ орнына нақ осы шақтағы етістікті қолданасыздар. Мәтінге көңіл бөліңіздер. Интернет-дүкен 21 ғасырдың сауда көзі. Қазіргі кездің өзінде супермаркеттер, үлкен сауда орталықтары желідегі саудаға қызығушылық таныта бастады. Әлеуметтік желінің қай түрін алсаңыз да, түрлі дүкеннің жарнамасы толып жүреді. Ал сол интернет-дүкеннің қандай пайдасы бар? Адамдар күні бойы дүкен аралап іздегенін тапқанша, компьютер алдында отырып жарты сағат ішінде жүздеген затына тапсырыс беріп, үйінен алыстамай-ақ сауда жасай алады. Бұл интернет-дүкеннің ең бірінші мақсаты. Енді сіздер осы мәтіндегі етістіктерді тауып, оның ішінде ауыспалы осы шақтағы етістіктерді табасыздар, және ол етістіктің орнына нақ осы шақтағы етістікті қолданасыздар. Тапсырманың дескрипторына мән беруді ұмытпайық, балалар. Енді өзіміздің жауабымызды тексеріп көрейік. Қазіргі кездің өзінде супермаркеттер, үлкен сауда орталықтары желідегі саудаға қызығушылық таныта бастады. Таныта бастады деген ауыспалы осы шақтағы етістіктің орнына сіздер танытып отыр деген нақ осы шақтағы етістікті қоя аласыздар. Әлеуметтік желінің қай түрін алсаңыз да, түрлі дүкеннің жарнамасы толып жүреді. Бұл сөйлемде толып жүреді деген ауыспалы осы шақтағы етістіктің орнына толып жүр деген нақ осы шақтағы етістікті қолдандыңыздар. Адамдар күні бойы дүкен аралап іздегенін тапқанша, компьютер алдында отырып, жарты сағат ішінде жүздеген затына тапсырыс беріп, үйінен алыстамай-ақ сауда жасай алады. Бұл сөйлемде жасай алады деген ауыспалы осы шақтың орнына жасап жатыр деген нақ осы шақты қолдандық. Яғни біз тапсырманы дескрипторге сәйкес орындап шықтық. Жарайсыздар, оқушылар. Сабақтың қорытындысы. Бүгінгі сабақта ауыспалы осы шақ туралы білдік және тілдесім барысында қолдандық. Графиктік мәтіндегі суреттерді ескере отырып, мәтін құрылымын сақтап, сөз мәтінін жаздық. Енді оқу тапсырмасына мән беріңіздер. Оқулықтың 147 бетіндегі 4-ші тапсырманы талабына сәйкес орындаңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.